Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Барлықтарыңа бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Ал егер оқу құралдарың дайын болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта тыңдалған материалдың негізгі тұсын белгілеп алуға үйренесіңдер. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын айтуға үйренесіңдер. Сын есімнің сөйлемдегі қызметін анықтай аласыңдар. Ал енді барлықтарыңның ортақ тақырыптарың ғарыш болғандықтан, барлығымыз бірге Байқоңыр жайлы шағын видео тыңдайық. Ал видеоны тыңдамас бұрын, қолдарыңа қалам қағаздарыңды алып, осы видеоның ішіндегі басты тұстарын белгілеп алуға ұсыныс беремін. Ал қане барлығымыз мұқият видеоны тыңдайық. Сен адамзаттың ғарышқа сапары ең алғаш қазақ жерінен басталғанын білесің бе? 1957 жылы 4 қазанда Қызылорда облысындағы Байқоңыр ғарыш айлағынан жердің тұңғыш жасанды серігі ұшырды. Сол жерден 1961 жылы 12 сәуірде ғарыш әлеміне ұшқан бірінші адам Юрий Гагарин болды. Арада 30 жыл өткен соң 1991 жылы тұңғыш рет қазақ ғарышкері, Кеңес одағының батыры Тоқтар Әубәкіров ғарышқа аттанды. Байқоңыр бүгінгі таңда түрлі елдердің ғылым және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері ұшырылатын халықаралық ғарыш айлағына айналды. Ал енді барлығына белгілі, барлықтарын белгілеп те алған шығарсыңдар. 1957 жылы 4 қазанда Қызылорда облысындағы Байқоңыр ғарыш айлағында жердің тұңғыш жасанды серігі ұшырылған екен. 1961 жылы 12 сәуірде ғарыш әлеміне ұшқан Юрий Гагарин болыпты. 1991 жылы тұңғыш рет қазақ ғарышкері Кеңес одағының батыры Тоқтар Әубәкіров ғарышқа аттанған екен. Байқоңыр бүгінгі таңда әртүрлі елдердің ғылыми және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктеріне ұшырылатын халықаралық айлағына айналды. Ал енді балалар, мен сендерге бүгін жасыратын бір жұмбағым бар. Үлкен алтын табақтан әлемге нұр таратқан. Осы жерде отырған экран алдындағы барлық балалар бірден дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Әрине, күн. Ал енді балалар, біз осының ішінен сын есімдерді тауып алайық. Барлықтары осыған дейін сын есімдермен таныссыңдар. Әрине, үлкен. Ал енді барлығымыз өткен білімдерімізді есімізге алып, сын есімдерді еске түсірейік. Сын есім дегеніміз не? Сын есімдерді сөйлемде қалай қолданамыз? Қанекей, ойланайықшы. Әрине. Ал енді сын есім туралы білімімізді жетілдіру үшін мына бір бейне роликқа көңіл бөлейік. Мынау не? Бұл Томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап, мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе, бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ашы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни
түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л, д, т, сіз жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке ғыш-гыш, қыш-қыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Бұл күшіктің аты бар ма? Қазір көрейін, мойнында алқасы бар екен. Аты Вики. Жей ғой, Вики. Ол тек ақылды, жұмсақ, сүйкімді болып қана қоймай, сонымен қатар өте жылдам екен. Иә, Вики сөзі жылдам деген мағынаны білдіреді. Құрметті оқушылар, бейнебаян арқылы білімдеріңді бекіте түскендеріңе сенімдімін. Ал енді мен сендерге сын есімнің сөйлемдегі қызметі жайлы айтып беремін. Сын есім әдетте сөйлемде анықтауыш болады екен. Мысалы, сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан деген сөйлемде сұр және суық деген сын есімдер қандай деген сұраққа жауап беріп, бұлт деген зат есімді анықтап тұр екен. Сөйлемде анықтауыш болу сын есімнің негізгі қызметі. Сын есім жүктік тұлғада тұрып, сөйлемнің баяндауышы да болады екен. Мысалы, сен бір артық көркемсіз, әлсіз адам сүріншек деген сөйлемдерде көркемсің, сүріншек сөздері жүктік тұлғада баяндауыш қызметінде атқарады екен. Сын есім ешқашан тәуелденбейді, септелмейді. Егер сын есімге көптік, тәуелдік, септік жалғауы жалғанса, онда сын есім зат есімнің орнына жүреді екен. Осындай сын есімді сөйлемде зат есімнің орнына жұмсалып, зат есімнің қызметін атқаруын сын есімнің заттануы дейді екен. Мысалы, жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат деген сөйлемде жақсыдан, жаманнан деген сын есімдер шығыс септік жалғауында тұрып, зат есімнің орнына заттанып қолданылған. Заттанған сын есім атау септік тұлғасында тұрып, бастауыш болады екен. Мысалы, ұялшақ сыбағасынан қорғалар. Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік деген сөйлемдерде ұялшақ адам кім, жақсысы бала кімі, жаманы бала кімі атау септікте тұрып, заттанып, бастауыш қызметін атқарып тұр. Сын есім табыс, барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктеріне келіп, заттанып, толықтауышта болады. Мысалы, білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез деген сөйлемде білімдіден талаптыға деген сын есімдер заттанып келіп, толықтауыш қызметін атқарып тұр екен. Ал енді балалар, қағаз қаламдарымызды алып, мына жаттығуды орындайық. Бірнеше сөйлем берілген. Сендер осы сөйлемдердегі сын есім қандай қызмет атқарып тұрғанын өздерің
белгілеп алыңдар. Кейін мен сендерге дұрыс жауабын беремін. Жақсы сөз жан семіртеді деген сөйлемде, яғни жақсы бастауыштың қызметін атқарып тұр екен. Жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат деген сөйлемде, жақсыдан, жаманнан баяндауыштың қызметін атқарып тұр. Айжан сабақты жақсы оқыды. Анықтауыштың қызметін атқарып тұр жақсы деген сөзде. Қалай оқиды? Жақсы оқиды. Жақсы көпке ортақ деген сөзде. Жақсы деген сөз толықтауыштың қызметін атқарып тұр екен. Бәріміз бір кісінің баласындай татумыз деген сөйлемде пысықтауыштың қызметін атқарып тұр екен. Бүгін біз сендермен не үйрендік? Тыңдалған мәтіннің мазмұнын айтуға үйрендік. Егер толықтай келіссеңдер, 1 ұпай. Тыңдалған материалдардың негізгі тұсын белгілеп алуға үйрендік. Толықтай келіссеңдер, тағы 1 ұпай. Сын есімдердің сөйлемдегі қызметін ажырата білсеңдер, тағы 1 ұпай. Сын есімдерді білсеңдер, тағы да 1 ұпай. Жалпы, барлық экран алдындағы балалар 4 ұпайдан алғанына толықтай сенімдімін. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше, хош сау болыңдар.